үнемі бір-бірлерінен кінә іздеп ұрсып қала беретін ерлі зайыпты осындай жанжалдардан қатты шаршап әйелі бір күні ажырасайық дейді. Сонда күйеуі жақсы, ажырасамыз, онда қазыға барайық, қазыға жағдайды түсіндірейік. Егер сендерден отбасы шықпайды десе, онда ажырасайық деп әйелін көндіріп, қазының алдына ертіп барады. Қазының алдына барып мән-жайды айтқан кезде, ол қазы екеуінің қолына бір-бір ақ парақпен қалам беріп, бүкіл бір-бірлеріне жеткізе алмай жүрген реніштеріңді, өкпелеріңді, бүкіл сырларыңды осы қағазға жазып шығыңдар деп екеуін екі бөлмеге кіргізіп жібереді. Көп ұзамай еркек жүгіріп шығып, қазыдан тағы да ақ парақ беріңізші, менің парағым бітіп қалды, сыймай қалды деп жүгіріп шыққан кезде қазы еркекті қасына отырғызып қойды. Сен еркек емессің бе? Әйелімен әйел ұқсап ұрса беретін болсаң, онда сенің еркек түгілі адамдық қасиетің бұл өмірде жоқ деген сөз. Мен саған ақ парақты беремін, бірақ осылай таза күйінде қалдыр, бұрынғы жазғандарыңды жыртып таста, себебін кейін өзің түсінетін боласың деп бөлмеге қайта кіргізіп жібереді. Әйел болдым деп шыққан уақытта күйеуі де қасына келіп, әйелі өзінің жазған барлық реніштерін, өкпелерін эмоциямен оқып береді. Бірақ кезек күйеуіне келген кезде күйеуі бағанағы ақ парақты көрсетеді. Оны көрген әйелі бұл шынымен де менің туралы ішіне ешқандай жаман ойды сақтамайды екен деп жүрегі елжіреп жылап күйеуінің қасына барып тізелеп, кешіріңізші, сіз бәрін дұрыс айтады екенсіз, мен сіздің емес, керісінше өзімнің ашуымның құлы болған екенмін деп жылайды. Осы кезде әйелінің әрекетін көрген күйеуінің жүрегіндегі мұз еріп, әйелін орнынан тұрғызып, оны құшағына басып, екінші ұрыспайтындай татуласып, қазының алдынан қол ұстасып шығып кеткен екен. Біз негізі отбасында мәселелердің көптігінен емес, бір-бірімізге кінә артқанның кесірінен отбасымыз осылай бұзылып жатады екен. Сондықтан ашуларымызды тежей білейік.